Қайырлы күн, қайырлы кеш достар. Бүгінгі мен сіздерге көрсетейін деген тақырыбым қазақ шрифтісімен жұмыс. Оны Windows'ке қалай дұрыс жүктейміз және оны қай жерлерде қолданамыз, қалай дұрыс қолданамыз, сол туралы сіздермен өз ойыммен бөліспекшімін. Сіздерден бір өтініш, егер каналымызға тіркелмесеңіз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Сіздерге мың алғыс. Ал егер дайын болсаңыздар, осы сұрағыма сіздерге жауап берейін. Кеттік ендеше. Ең бірінші, файл кез келген программалармен жұмыс істеген кезде қандай программа болмасын? Photoshop, CorelDRAW, офистік бағдарламалар, Excel болсын, Word болсын, PowerPoint болсын, тағы да басқа текстік мәтіндік программалар болсын. Соның ішіне кірген кезде сіздерде мына жерде шрифттер болады. Осындай шрифттер болады. Сонда біздің қазақстандық қазақша шрифттер по умолчанию Windows'тың өзінде ол болмайды орнатылған кезде. Соны менде қарасаңыздар, міне небір шрифттер бар. KZ Arial, Baltica, Боярский, Cooper, Times Казах деген атақты қазақша қазақстандық біздің студенттеріміз, мұғалімдеріміз кейде даже интернеттен дайын рефераттарды, курстық жұмыстарды, басқа да бір жұмыстарды тегін көшіріп алған кезде сізде бір кейбір жағдайларда шрифттер оқымай жатады. Міне сол шрифттерді қазақша біздің именно қазақстандық шрифттер көрмей жатады. Әрине көрмейді, сіздің Windows'ыңызда по умолчанию ол орнатылмаған. Сол шрифттерді қалай дұрыс жүктейміз? Міне менде осы шрифттердің барлығы сізде осылай мен сияқты Photoshop'та болсын, басқа да программалар болсын, осы қазақша шрифттер керек болатын болса, соны қалай мына жерден шығарамыз шрифттердің арасынан. Оны қалай жазып, мынандай сіздерге папка дайындап қоямын, описанияда ссылкасын қалдырып кетем. Соны скачать етіп алып өздеріңізге Windows'тарыңыздың кез келген Windows'қа сала беруге болады. 10 болсын, Windows 8 болсын, 7 болсын, XP болсын, даже Windows. Оған қарамайды, қандай Windows'қа болса да сала беруге мүмкіндік бар. Енді осы шрифттердің барлығын Ctrl-A батырмасын басып, ыстық клавиша комбинациясын копировать етіп аласыздар. Свернуть етем. Оны пуск кез келген компьютерде панель управления деген бар. Сол жерге кіресіздер, шрифты деген. Егер сізде мына жерде мындай категория деп тұрса, соны категорияның ішіне мелкие значки дегенге қойып алыңыз. Кейбір компьютерлерде по умолчанию орнатқан кезде мелкие категория тұрады осылай. И мелкие значки. Крупные значки мелкие қойып аласыздар, өте ыңғайлы. Сосын шрифтыйды басасыздар. Осы жерге кез келген пустой бос орынға оң жағын басып ставить етесіздер. Менде енді барлығы орнатылған, сіз орнатпаймын. Керек емес орнатудың. Сіздерде өздеріңіз орнатып аласыздар. Мен барлығын орнатып қойдым, өзімде бар. Осы жерге орнатып болғаннан кейін енді тексересіздер. Жаңағы офисіңізге кіресіздер, программаңызға, осы жерде жаңағы мен айтқан шрифттер пайда болды ма қарайсыздар. Егер мынандай KZ, Baltica, KZ осындай шрифттер қосылған болса, ең танымал Times Казах шрифт қосылған болса, онда барлығын дұрыс жасадыңыз. Сосын тағы көрсетейін дегенім, егер қазақша шрифті мына жерде сізде болмаса, оны қалай мына жерге қосуға болады. Ол үшін шрифті по умолчанию Windows орнатылған кезде русский және английский болады. Соны қалай не қыламыз? Дұрыс. Мынау тілдің үстіне барып оң жағын басып параметрға кіресіздер. Мынандай сізде мынандай меню болады. Соның ішінде, біріншінің ішінде мына жерде добавить деген кнопканы бассаңыздар, өзіңізге керек тілді қосып алуыңызға болады. Нарадан қазақшаны тауып аласыздар, мен қазақша таңдалып тұр, галочка менде жоқ тұр. Өздеріңіз қойып аласыздар да, окей батырмасын басасыздар. Сіздерде мына жерде тіл пайда болады. 3 тілдік осындай таңдау мәзірлері пайда болады. Өзіңізге керек шрифтті таңдайсыз, и шрифтті орнатып аласыз, и осылай жұмыс жасай бересіз. Ең маңызды қазақ шрифтін қалай орнату керек, және оны қай жерлерде қалай тексеру керек, қалай ашу керек көрсеттім деп ойлаймын. Егер осы видео сізге ұнаса,
өтініш сіздерге міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Осы видео ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер. Ал ағайын, келесі осындай қызықты сабақтарда кездескенше сау саламатта болайық.